біз алғашында баланың бұзылыстарын бір жастан асқан кезде біле бастадық. Жәнібек қоя ғой. Содан кейін біз невропатологқа бардық. 2 жасында басында барғанымызда невропатолог жай ерке шығар бала бәрі нормально деді. Магний іше тұрыңыздар деп. Одан бізге ол жауап ұнамады. Қайтадан біз жазылдық басқа невропатологқа Алматыға. Келіп едік, бізге айтты, балада задержка психоречевого развития симптомами РАС деп, расстройство аутистического спектра. Ертерек келу керек едіңіздер, біраз уақыт жоғалттыңыздар. Дегенмен балаға ем жазып берді, коррекционный центрларға, ПМПК-ға бізге жолдама берді. Содан кейін біз бірден ПМПК-ға бардық. ПМПК-дан балаға бірден бізге 2 жас 3 айында ғой, аутизм деді. Балада аутизм бар, оны тек қана қабылдаңыздар, ары қарай жұмыс жасаңыздар. Бірақ өкінішке орай біздің ауданда, районда бұндай балаларға қазір әлі көмек жоқ деді. Ешқандай государственный, тек қана платно қараласыздар деді. Мен қазір Алматы төріндегі Панфилов саябағында жүрмін. Қарасаң көзің тояды, көңілің сергейді. Бірақ осындай сұлу табиғаттан ләззат алылмайтын адамдар тобы да болады. Мұндай адамдарды біз аутистер деп атаймыз. Аутистерге мына табиғат үнемі кері әсер етеді деп айта алмаймын, бірақ олар әлемді өзгеше көреді. Ал аутистерге сұлу табиғаттың кері әсер ететін себебі олар айналадың тек ағаштарды ғана емес, сол ағаштардың әр жапырағын, әр симметриясын байқайды. Мұндай ауқымды ақпарат олардың миына үлкен салмақ салады. Сондықтан аутистер сұлу табиғаттан ләззат алудың орнына өздерін кейде бейжай сезінеді. Статистика бойынша кейінгі 5 жылда аутистер саны айтарлықтай өскен. Сонымен бірге олардың ата-анасы кездесетін қиындықтар да көбейіп жатыр. Қордаланған мәселенің шешімін дер кезінде таппасақ, кейін ол үлкен проблемаға айналады. Сондықтан біз бұл деректі фильмде ерекше балалардың әлеміне үңіліп, олардың ата-анасы кездесетін қиындықтар туралы баяндаймыз. Кеттік, жүр апайға. Ұста Жәнібекті. Альфия апай, ұстадым. Аш есік, аш. Молодец. Жәнібек сабаққа кіріп кеткенде, анасы біразға дейін сол есікке қарап тұрады. Бұл оның күн сайын қайталанатын, бірақ ешқандай бірдей болмайтын сәті. Кейде ол осы орталыққа келетін аналармен сөйлеседі. Әр баланың тағдыры бөлек, бірақ уайымдары ұқсас. Кейде үнсіз саябақта отырғанды жақсы көреді. Бәлкім есіне диагноз қойылған алғашқы күн, қабылдау мен күрес, көз жаспен күдік түсетін шығар. Бірақ осы орталыққа келгелі, арайлым көңілінде жайлылық орнаған. Қазір қиындықтың бәрін үміт алмастырған. Ұлын осы қалпымен қабылдаған. Себебі қабылдау аутист балалардың әлеміне үңілудің ең мейірімді жолы. Диагнозды қабылдамай тұрған кезде, ол кездегі состоянием енді әрине бір бөлек. Ол кезде бүткіл әлемді жек көріп кеткендей болдым мен. Нақ өзімнің состоянием. Қазір көзіме жас келіп жатқаны просто жаңағы есіме түсіп кетті сол состояние. Бәрін жек көрдім, бүткіл әлемді жек көрдім. Неге мен балам, неге біздің отбасы, жалпы сұрақтар көп болды. Қабылдамадым, жаңағы жай сөйлейді, кейін дамып кетеді. Қазір әзірше бұл еркелік, сондай сөздер күнде болады ғой, соған сеніп біраз өз-өзімді алдадым. Жоқ, мен балам енді кішкене уақыттан кейін жақсы болады. Міне садикке барады, садиктен кейін жақсы болып кетеді. Болмаса, міне осы жазған дәрілерді ішеміз, бітті, содан кейін жақсы болып кетеді. Бір түрлі состояниеда болдым ұзақ уақыт. Жоқ дегенде 1 жыл көлемінде сондай состояниеда жүрдім. Қабылдағаннан кейін әрине уже жеңіл болды маған. Жеңілдік
сезіне бастадым. Жаңағы уже біз диагнозды толықтай қабылдағаннан кейін уже біз точно білдік, баламен біз осылай жұмыс жасауымыз керек, біздің алдымыздағы мақсатымызды білдік. Балаға біз қазір көмектесуіміз керек, біздің жаңағы қабылдамай бір стрессте жүрген ситуация ешкімге жақсылыққа келмейтін, балаға да жақсылыққа келмейтін, менің өзіме де, отбасыма да. Өткені жаңағы бір периодта сомдық жағдайлар болды ғой енді. Ұрыс керісте болды, түсініспеушілік болды. Менің мінезім бір толықтай өзгеріп кетті деп айта аламын. Өте жаман жаққа өзгеріп кетті әрине. Қазір мен уже қабылдап, баламен, тек қана баламен жұмыс жасап, фокусты былайша айтқанда осы баламен отбасыма қоя бастап едім. Жағдайымыз біраз жақсарып қалды. Қазір ондай көп стрессте жүрем деп айта алмаймын, бірақ та болады. Сонда да қазір кейде жаңағы әлде де бар ғой қоғамның дұрыс қабылдамайтыны. Біз үйреніп алдық, біліп алдық, қабылдап алдық деп өз-өзімізді қалай жақсы сезініп жүргенмен ортаның жаңағы бәрібір қысымы болады. Сонымен біраз уақыт жиналып келе, арасында мен де болады, бір жарылып отырам. Содан кейін жағдайымыз қайттан қалыпты болады. Енді жаңа баланың диагнозын қабылдамай тұрып, менің мінезім қатты өзгеріп кетті дедіңіз ғой, және жаман жағына өзгеріп кетті дедіңіз. Сол кезде, сондай кездерде, сондай сәттерде, қиын уақыттарда көбірек кімді кінәладыңыз? Көбірек өзімді кінәладым, әрине. Өйткені ол диагноздан кейін бірден сұрақ болады ғой, енді ол баланы мен тудым, мен дұрыс, менен бірдеңе дұрыс болмады, мен дұрыс дамытпадым, мен дұрыс қарамай қалдым. Жаңағы ол басқа адамдарды айтпағанда, мен әлі есімде осы қалада диагнозы естіп шықтым. Шыққан сәттен бастап басталды өз-өзімді кінәлау. Ең бірінші өз-өзімді кінәлаймын. Бірақ жаңағы қалған кісілерге айта бастадым, мен туысқандарыма, әкесіне, апасына айта бастаған кезде неосознанно ма қалай өз-өзімді бір қорғап қалғым келді. Айтамын, енді қалай айтсам болады, өз-өзімді былай да жеп жатырмын ғой, мен кінәлімін, мен дұрыс дамытпадым, дұрыс қарамадым, дұрыс емдемедім, бәрі мен үшін болды деген болды. Өз-өзімді кінәлағаннан кейін басқа адамдарға ашулана бастадым. Бір мынандай состояние болды ғой, бәріне айтып жатырмын, бірақ мені ешкім тыңдамайды, түсінбейді деген бір түсінік қалыптасып қалды. Мен бірдеңе айтсам, ешкім түсінбейді, бәрібір кері маған қарсы жүргендей болды состояние. Негізінде олай емес қой, ол кісілер, басқа кісілер де маған поддержка бере бастады. Бірақ та менің состоянием сондай болды. Өз-өзімді өзім кінәлап отырмын, бірақ та басқа адам сен кінәлісің деп айтып қалмасын деген оймен ба, өз-өзімді бір қорғағым келді ма, сөйтіп бір ұрсыса бердім ғой бәрімен. Елімізде ресми статистика бойынша кейінгі 4 жылда аутист балалар саны 3 есеге артқан. Сондықтан аутизм орталықтарына деген сұраныста өскен. Әрине, ерекше балаларды оңалту орталығына апару арзан тұрмайды. Орта есеппен 300-500 мың теңгені талап етеді. Жеке орталықтардың кейбірі оны бизнеске айналдырса, кейбірі шынында да баланың мінез құлқын түзеп қатарға қосуға тырысады. Бұдан бөлек қорлар арқылы аутистерді тегін қабылдайтын орталықтар да бар. Бірақ олардың саны көп емес. Ата-аналар кейде кезегін бір жыл күтуге тура келеді. Сондықтан біз Алматыдағы тегін және ақылы бірнеше орталықтарға барып, олардың жай күйімен танысып, мамандардың пікірін тыңдап көрдік. Банан қайда? Мынау банан ба? Жоқ, қайда банан?
Қазіргі таңда жалпы аутизмге ұшыраған балалардың саны күннен күнге артып жатыр. Соңғы 2025 жылғы нәтижені алып қарайтын болсақ, статистиканы алып қарасақ, ол жерде 12.805 бала деп тіркелген. Бірақ соңғы 5 жылдықты қарайтын болсақ, аутизм 3 есеге асқан. Яғни әрбір 40 балада аутизмнің белгісі бар. Бұл жерде енді ЗПР немесе басқа бұзылыстармен салыстырғанда нағыз аутизм белгісі деп айтсақ та болады. Жалпы біздің орталығымызға да қазір соңғы уақытта шыны керек бір дыбыс қоятын немесе тек қана когнитивті жүйелермен жұмыс жасайтын балалар өте аз келуде. Себебі аутизм, мен қазіргі таңда айтып отырмын, ол жерде соңғы 2020 жылды қарайтын болсақ, өте қатты вспышка болды. Енді бұл мүмкін ковидтің әсері болуы мүмкін, немесе мүмкін бір белгілі бір әсер етуші фактор болуы мүмкін. Біз оны нақты айта алмаймыз. Тіптен қазіргі таңда мен өзім докторантурада оқимын. Сол жерде менің тақырыбым осы ерте жастан аутизмді анықтау және ерте жастан баланың коммуникациясын дамыту, яғни әлеуметтік ортаға бейімделуі. Дәл осы тұрғыда біз зерттеу барысында қараған кезде ең үлкен серпіліс, бір сөзбен айтқан кезде 2020 жылы болды біздің Қазақстанда. Асыл мирасқа келетін болсақ, бұл бағдарлама Болат Өтемұратов қорының 2014 жылы құрылғалы бері ең маңызды жобасының бір емес бірегейі десек артық айтпаймыз. Асыл мирас жобасы 15 жасқа дейінгі аутизм спектрінің ауытқулары бар балалармен педагогикалық түзету арқылы дамуына, ерекше дамуына өзінің қолдауын көрсету бірегей бағдарламасы. 2015 жылдан бері, яғни Болат Өтемұратов қоры 10 жыл бойы Асыл мирас қорын сәтті жүзеге асырып келуде. Бүгінде еліміздің 12 қаласында Асыл мирас 13 аутизм орталығы бар. Жалпы білетін болсаңыздар, Болат Өтемұратов қорының басты мақсаты қандай да бір бағыттағы жобаны қолға алғанда, оны нақты сәтті нәтижеге жеткізіп, мемлекет меншігіне тапсыру. Сол алгоритммен Асыл мирас жобасының аутизм орталықтарының, жаңа мен айтқан 13 орталықтың бүгінде 11 орталығы мемлекет меншігіне тапсырылған. Яғни жергілікті әкімдіктердегі білім беру басқармаларына толығымен тапсырылған. 10 жылда осы Асыл мирас жобасы жүзеге асырылу барысында Асыл мирасқа 25 мыңға жуық аутизм ауытқулары бар деген күмәнмен ата-аналар өз балаларын әкелген. Олардың 20 мыңға жуық жағдайында аутизм спектрінің ауытқуы бар деген диагноз расталған. Яғни бүгінде біздің 13 аутизм орталықтарында педагогикалық түзетуден 20 мыңнан астам бала қолдау алып жатыр. Әрбір 13 аутизм орталығында шамамен 15-20-дан түзету арнайы педагогтары қызмет атқаруда. Асыл мирас жобасында қазіргі таңда өзіміздің Америкадағы алдыңғы қатардағы практикаларға, тәжірибелер негізінде жасақталған бірегей методика мен арнайы дайындықтан өткен 300-ге жуық педагогтарымыз бар. Олар қазір әр орталықта орташа есеппен қазіргі таңда 25 жылда алатын болсақ 100-150 баладан педагогикалық түзету қызметін тегін алып жатыр. Жалпы әр өңірдің өзінің ерекшелігіне қарай, мысалға қазір біз отырған Алматыдағы біздің қордың өзінің Асыл мирас аутизм орталығына келетін болсақ, қазіргі таңда 16 түзету педагогы 100-ден аса баланы жеке қабылдап жатыр. Баланы жеке қабылдағанда баланың жанында ата-анасы да отырады. Яғни бұл педагогикалық түзету қолдауы тек қана балаға көрсетілмейді. Баланың жанында отырған ата-ана да 3 айлық бағдарлама шеңберінде сол өзінің ерекше баласымен әрі қарай өмір сүру, оны тәрбиелеу, оны әлеуметтендіру, қоғамға қатардағы азамат ретінде қосуға дайындықтан өтеді. Бұл балаға ғана көмек емес, бұл ата-анаға да арнайы көмек деп санауға болады. Дәрі, дәрі,
Молодец. Аутист балалар дыбыстарды өзгеше естейді, түстерді өзгеше көреді. Кейде олар үшін әр дыбыстың өз түсі бардай, әр түстің өз әуені бардай сезіледі. Аутист балалар әлемінде сұлулықтың өлшемі де өзгеше. Ол қарапайым адамдар назар аудара бермейтін кішкентай детальдардан ғажайып көрініс табылады. Солай бола тұра қоғамда аутизмге қатысты орынсыз стереотиптер көп. Бәзбіреулер аутист баланы қоғамға қайшы, ауыртпалық, тіпті отбасы үшін ұят немесе қасірет деп қабылдайды. Осындай қате пікірлер қаншама жанды өздеріне көмектесуден, баласын қоғамға көрсетуден тежеп отыр. Кей ата-ана жұрт не дер екен деп айналаның сөзімен мүсіркеуінен қорыққанынан баласын үйге қамап ұстауы да мүмкін. Біз жаңағы мамандармен бірге жұмыс жасай бастап, қазір мысалға мен уже білем, балаға үйрету маған жеңілірек болды. Қазір үйде де мен бір-екі навыктарын қоса аламын. Мамандардың жаңағы үйреткені бойынша біз уже үйде отбасымызбен уже үйреніп қалдық. Мен келіп айтып келемін, бүгін осындай сабақ өттік, осылай үйрет, былай дұрыс емес екен біздің жасағанымыз деп. Баламыз қазір социализациясы өте жақсы бола бастады. Басқа балалармен қосылып ойнау көбейді. Артынан жүгіріп, басқа балалардың, әрине кейбір балалар қосқысы келмейді. Бұған дейін біз деген площадкаларда басқа балалар болса емін-еркін ойнай алмайтынбыз. Біздің баланы шеттетіп отырады, мына бала тыңдамайды, или ерке слишком дейді. Үлкен кісілер жағынан, балалар жағынан сондай. Балаңызға қараңыз деп па? Иә, балаңызға неге қарамайсыз, неге қой деп айтпайсыз деп. Автобусда жүре алмайтынбыз біз мысалы. Автобусға отырамыз, бір-екі астан шығып кететінбіз. Сонымен қазір жақсы бала уже үйренді, біледі қай остановкадан. Социализациямыз өте жеңіл өтуде. Қазір мен негізі мүлде жыламайтын есіме түсіп кетті. Жалпы осындай орталықтар негізі көп болса, әр районда, әр өңірде балаға жеңіл болады. Содан кейін біз көп уақыт жоғалтып алдық деп ойлаймын. Біз 3,5 жасынан бастап жұмыс жасай бастадық. Бірақ баланы мен уже 2 жасында біліп жүрдім, сондай диагнозы бар екен. Бірақ көбіне мені басып жүретін, жоқ, бала просто жай сөйлейді, ол бала ғой. Ол балалар кішкене не болады деп. Иә, ерке болады. Мен де үміттеніп жүрдім. Жоқ, осы 1-2 айда уже өзгереді. 1 айда өзгереді. Ешқандай өзгеріс болмады, бірақ өзіміз уже қабылдаған кейін толық. Мен де қабылдадым. Жоқ, бала менде осындай, біз тек қана жұмыс жасаймыз, өзгереміз деп, бірақ өте ақылды бала деген. Енді бұл баланың ақылына қайта біздің ақылымыз жетпейді ма деп ойлаймын. Просто ортаны қабылдау қиын. Содан кейін ақпаратты аз бізде. Специалисттер қазіргі таңда енді көбейіп кетті ғой. Частныйлар көп, анау көп, мынау көп. Бірі дұрыс жұмыс жасаса, біреуінде просто бизнес, ақша жасау. Сол қазір деген жолдасымда қазір қатты поддерживать етеді, үйде ата-апасы да қатты поддерживать етіп, уже біз баланың дамуына қарай жұмыс жасай бастадық. Алдыға енді қойған мақсатымыз көп. Бұйырса мектепке дейін баланы әлде өз қатарына жеткіземіз деп отырмыз. Бірақ та енді өкімет жағынан ешқандай бір көмек бар деп айта алмаймын, ешқандай көмек жоқ. Элементарный баланы тапсыратын көп анализдар бар. Көп отбасы ол анализдардың өзін тапсыра алмайды. Баланы толыққанды, полный просто анализдарын тапсырып, жаңағы дефициттарын жауып лечение алудың өзі, ол ай сайын жоқ дегенде 1 емес 1-2 адамның зарплатасы кетеді негізі. Алғашқы кездескен кедергілеріңізді айтып жатсыздар ғой. Жалпы ортаға қалай үйрендіңіздер, орта сіздерді қалай қабылдады,
туған туыстарыңыз қалай қабылдады? Бұл басында сіздерге ауыр болған жоқ па? Өте ауыр болды. Өте ауыр болды. Орта қалай қабылдағанда мен өзім толықтай қабылдадым. Сол кезде ғана маған уже жеңіл болды. Оған дейін мен өзім дұрыс енді тоже қабылдай алмай жүрдім. Қалай енді мен балам басқа балалар секілді емес деп. Өзім толық қабылдап, уже баламды білетін болдым. Баламен жұмыс жасай бастағаннан кейін ғана жеңіл болды. Орта өзгерді деп айта алмаймын, біз өзіміз өзгере бастадық. Басында біз өзінің апасы мен атасының үйінде бірге тұрамыз ғой енді. Одан кейін мен өз ата-анам үйіне ғана баратын, қонаққа болды, баламен басқа ешқайда бармайтын. Өйткені басқа балалармен ойнағанда балаң жылатып қойды, ойыншығын тартып алды, түсінбейді деп туған туыстың арасында да болған. Сен балаң түсінбейді екен деп біздің баламыз жылап қалады ма деп. Сол кезде қиын болды әрине. Бірақ қазір Аллаға шүкір, туған туыстарымыз бәрі қабылдады. Бізбен уже біз барған кезде баламен олар да біледі уже қалай дұрыс сөйлесу керек. О балаға дұрыс қарау керек екен. Мысалға, сол үшін айтатын ата-ана бірінші өзі қабылдау керек. Сол кезде ғана Ортаға бейімдеу оңай болады, иә? Ортаға бір жалпы кіру, баланың қалыптасуы жеңілірек болады. Ата-ана бір-бірін қолдаса, әрине үйде отбасыда балаға да жеңіл болады. Содан кейін неғұрлым ертерек қабылдап, сол баламен жұмыс жасау керек екен. Біздің қателік сол, әкесі 5 жасында сөйледі, 4 жасында сөйледі, күте тұр, ештеңе етпейді. Мен де балам осындай болған деген көп, бәрі басынан сөйтіп айтады ғой, енді үлкен буындарда бұндай диагноз болмаған ешкімде балада. Расында жай сөйлеп кеткен балалардың бәрі нормально, бірақ та уақыт жоғалтпау керек екенбіз біз. Біз мысалға уже 5-ке келіп жатырмыз. Мы завтра не понимаем, что через 10 лет таких детей очень много будет на улице. Они пойдут на работу, им нужно будет что-то делать, иначе, ну хорошо, да, представьте себе сейчас, какие проблемы у нас с бюджетом. И так вот с экономикой огромные проблемы, а это ляжет все огромными масштабами, то есть надо будет выплачивать пособие родителям, которые не будут работать, а им же нужно смотреть за этим ребенком, и ему нужно получать, грубо говоря, хоть какое-то на пропитание и так далее, и это все ляжет колоссальными проблемами на и бюджет, и без того, который сейчас наладом дышит. Поэтому вот эти платные вещи, мы пошли, хорошо, там единственное отбор идет кандидатов хороших. Вот в платных вещах там, да, кандидат, то есть там с ребенком он очень хорошо взаимодействует, он понимает и так далее, но там садят на грубо говоря, съем процессов и так далее, там пытаются современные практики использовать, но пока еще опыта нету. Проблема именно в том, что опыта нету. Да, хорошо, вы увидите, придете, вот важное замечание, когда вы придете в платный центр, может казаться, что все отлично, там стоят крутые какие-то устройства, стоят какие-то специальные тренировочные вот эти вот шведские стенки, на столах очень много игрушек, но проблема в том, а как построить теперь взаимосвязь вот с ребенком. И мы увидели, что вот он у нас проходил целых 3 месяца туда, вот до ПМПК самого, получается, 3 месяца проходил. Эффект нулевой. Нулевой, вообще просто нулевой. В наших поликлиниках вообще там это вообще просто не знают об этом. Ребенка, если приведешь в обычную поликлинику, а куда идут обычные родители? Они же не знают, что есть ПМПК, они не знают, что есть Асыл-Мирас, они не знают, что есть вот такие вот специализированные инклюзивного обучения какие-то центры. Они приходят куда? Они придут в обычную поликлинику, а там этого вообще нету. Важно, чтобы в поликлинике вот в первом же деле родителя, представляете, который вот боится за ребенка, ему нужно, чтобы большими плакатами не вот это вот,
грипп, там то все, мы это уже победили. Каждый родитель, даже если плохо знает там какие-то вещи в быту или там профессиональной среде, в быту вот конкретно вот вылечить ребенка от простуды уже все знают хорошо. А вот что связано вот с заболеваниями мозга или с особенностями развития, это вообще мало кто знает. Поэтому вот моя просьба через, вот если вы донесете до нужных людей, до Минздрава, это начать в первую очередь, вот первое действие, которое необходимо, это в обычных поликлиниках развесить плакаты, что есть такая проблема. Второе, выяснить у нас вообще, вот к кому они придут, допустим, к обычному врачу, а он знает об этом вообще что-либо. Потому что чаще всего это хорошо, мы знаем, в центре города знать могут, да, потому что тут постоянно переквалификация идет, развиваются врачи. А на окраине кто-то знает вообще, в маленьких городах знает? Нет, не знает. Это должно быть сейчас вот, как мы должны потихоньку развиваться, вот как это все должно там начаться. В ЦОНах развесить люди обычно куда идут вот вообще, вот, ну, как бы, проблема же какая возникает? Если у тебя ребенок, допустим, с особенностями развития, ты не можешь выполнять трудовую деятельность, пользу приносить стране своей, ты идешь за пособиями. Соответственно, в ЦОНе я последний раз был, там вообще проблема. Вот я вот сейчас, нужно было срочно заняться ребенком, к сожалению, потерял работу, пошел в соцфонд, там вообще бардак полнейший. Даже если есть приложение, это вот у меня супруга говорит, хорошо, что ты попал туда, на вот это приложение Еңбек, ты программист. Я выяснил, что оно не рабочее. Не рабочий, там подаешь смс-ками, да, не срабатывает. Это надо ехать в соц. Приходишь туда, там людям неинтересно, там поток тысячами людей идет, они даже не понимают, что происходит. В итоге я за месяц собрал всю информацию, что не работает приложение. Нашел, звонил на 1414, ругался там. Потом понял, что легче самому как-то выйти на соответствующим образом на обратную связь, написал туда, там, чтобы пособие по потере работы получить. Представьте себе, ждал 3 месяца. 20 лет работал я, 20 лет, вот как программист, у меня отчисления большие. Я получил 84 тысячи. Стоимость, вот чтобы вы понимали, платного центра 300 тысяч, 360 тысяч. По часу в день, 3 раза в неделю. Толку от этого ноль. Это нужно, чтобы каждый день по часу как минимум было, как в обычном садике. Вот когда вы приводите первый раз подготовительную, ну как вот предшкольная, там вас на час, на полтора, на 2 заводят ребенка, прежде чем на целый день оставлять, но это каждый день. А тут 300 тысяч, вот, а вот сейчас пособие 84 тысячи. И как родитель должен? Никак. Многие знаете, как делают? Просто пособие по инвалидности выписывают. Они ставят крест, вот из 100 тысяч человек, о которых мы говорили, 50 тысяч, скорее всего, поставят крест на своем ребенке. Просто выпишут ему, вот, даже если сходят на ПМПК, выпишут, вот, что инвалидность. Все. А ребенок останется без внимания. Елімізде ерекше балаларға келгенде біршама мәселе бар, жасырын емес. Президент Тоқаев та ұлттық құрылтайда әрбір облыс орталығында ерекше қажеттілігі бар, соның ішінде аутизмге шалдыққан балаларды оңалту және дамыту орталықтарын құру керек. Сондықтан жыл соңына дейін осындай балаларға жан-жақты қолдау көрсету ісін реттейтін жаңа заң әзірлеу керек деген еді. Осы ретте депутат Асхат Аймағамбет те елімізде ерекше балалармен жұмыс істеу, баланың аутизмі бар екенін ерте жастан анықтау проблема екенін айтады. Поэтому мы сейчас с Минздравом, буквально недавно с министром лично я разговаривал. Мы попросили по внедрению нескольких генетических скринингов. Это уже по, скажем так, орфанным заболеваниям, это другое. Но кроме того, мы как раз говорили о том, что вот детей именно на уровне системы здравоохранения, которые наиболее, скажем так, до дошкольного возраста и школьного контактируют с детьми, чтобы здесь обратили еще больше внимания, чтобы мы обеспечили раннее выявление, раннюю диагностику. Потому что чем раньше мы обнаружим, тем больше вероятности помочь ребенку.
Вот это главный вопрос на сегодняшний день, и главный вызов. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше биылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша аутизмі бар 12.966 бала есепте тұр. Ресми деректерге сәйкес 2020-2024 жылдарға дейінгі кезеңде аутизмі бар балалар саны 3660 баладан 11287 балаға дейін өсті. Бұл 4 жыл ішінде 3 еседен аса артқанын көрсетеді. Қазіргі таңда елімізде 75 оңалту орталығы жұмыс істейді. Оның ішінде 3 жасқа дейінгі балаларға аутизм диагнозы қауіпі болса, оны анықтайтын 17 орталық бар. Республикалық деңгейде 3 оңалту орталығында жасына қарамастан аутизм диагнозы бар балаларға медициналық көмек көрсетіледі. Ресми статистика осындай болғанымен есепте тұрмаған балалар саны бұдан әлдеқайда көп болуы мүмкін. Қоғамда насихаттың аздығынан аутизмді ауру деп қабылдайтындар бар. Оның үстіне аутизм диагнозы бар балаларды қолдайтын оңалту жолдары дұрыс жолға қойылмаған. Біздің келесі кейіпкеріміз Мәншік Жәлел осыдан 15 жыл бұрын осындай қиындықтарға тап келіп, аутист ұлы үшін Түркияға көшуге мәжбүр болған. Біз Атырауға көшкен 2015 жылы бала 1-ші классқа бару керек болды. 1-ші классқа арнайы мектепке бердік. Әртүрлі балаларды бір классқа жинаған, бір 10 шақты бала болды. Менің ойыма сондай әсер келді, мұғалім баланы оқытуға емес, ол балаларды мектептен шығарып жіберуге, үйде оқыту программасына ауыстыруға тырысатын сияқты келді маған. Аутизм баланы үйде оқытуға тіпті болмайды. Керісінше бұл балаларды үйрету керек. Мен айттым, біз ақшасын төлеп тьютор алайық. Атырауда сол кезде арнайы бір мектеп болды, сол мектепке ауыстырайық деп шештік. Ол мектепке ауыстырдық. Ол мектепте біздің баланы оқыта алмады. Үнемі баланы шығарып жібереді класстан, немесе айқайлайды. Біз бір ай менің жолдасым класстың сыртында отырды. Бізге сондай шарт қойды. Сіздің балаңызды аламыз, бірақ ата-анасы бала тыңдамай жатса, класстың сыртында отырасыз. Біз сізді шақырамыз. Ақырында сол жерде тағы конфликт болды. Сіздің балаңызды оқыта алмаймыз, отырмайды сабақта, тыңдамайды сабақта. Мен жолдасымда енді ол да айтқан, сіз мынандай методикамен баланы оқыта алмайсыз. Сіздер вообще бұндай методикамен мектепке жақындатуға болмайды деп, екеуінің арасында осындай конфликт болды. Ақырында біз ол жерден баланы алып кеттік. 3-ші мектепке алып бардық. Ол мектепте кішкене болса да жеңілдеу болды. 2-ші класста кішкене баламыз сол жерде оқыды. Енді бірақ бір минусы мұғалімдері өзгере беретін. Сондай қиындықтарға кездестік. Әр мұғалім келген сайын балаға қайтадан адаптация. Білмеймін, арнайы мектептерде, арнайы класстарда ол кезде жөнді мұғалім тұрмайтын. Сондай қиындықтарға кездестік. Ақырында бұл да кішкене бізді шаршатты. Сол кезде мен жолдасым осы оның алдында бір жаздың кезінде Түркияға келіп кеткенбіз. Достарымыз да осындай әңгімелерді айтты. Түркияда арнайы класстар бар, мүмкіндіктер бар. Осы жаққа келуге қалай қарайсыңдар деп сондай бір ұсыныстар түскен болатын. Жолдасым соны қарастырып, іздестіріп, бұл жақтың аутизм балаларға арналған, оқытуға арналған мемлекеттік деңгейдегі программалар бар екенін білдік. Білгеннен кейін, бұл балаға біз енді өзіңіз көргендей көп ақша салдық. Шынымен бұндай балаларды оқыту өте көп ақша талап етеді. Мәншік Жәлел айтқан қиындықтар әлі де жоқ емес. Әрине жағдай бұрынғыдан жақсарған. Салыстырмалы түрде аутизм орталықтары жолға қойылып, жаңа заң енді әзірленіп жатыр. Егер Түркия әдісін бізге енгізсе қалай болар еді? Дайын жүйені реттеп өзімізге бейімдесеше, мұндай әрекетті істеп жатқан орталықтарда бар. International Marmara Академия – это, получается, коррекционно-реабилитационный центр для особенных детей. Основатель у нас турок, он, получается, сам родом из Турции. Его зовут Саркан Кая, то есть основатель полностью программы индивидуальной и данного центра – это он. Мы уже около 16 лет работаем по одной системе. Система называется ОБЭП-система, по которой для детей мы создаем индивидуальный комплекс обучения. То есть для каждого ребенка подбирается своя индивидуальная система и программа обучения. По данной системе, то есть изначально, начиная обучение, ребенок проходит диагностику по
18 специальностям. Данная диагностика, она длится, получается, 2 недели. После завершения 2-недельной диагностики мы приглашаем родителей в центр и уже показываем им полностью целевую программу обучения ребенка. То есть по каким занятиям, по каким специальностям мы будем с ними заниматься. Біздің Қазақстандағы осы центрлар мен сіздердің центрларыңыздың арасында айырмашылық қандай? На самом деле в Казахстане, наверное, основная проблема в том, что да, есть очень много центров, то есть коррекционных, реабилитационных центров, но чаще всего в Казахстане это все употребляется все на одной системе. То есть для каждого ребенка ставят одну и ту же систему. Но так как мы знаем, что все дети, они индивидуальны по-своему, и для каждого ребенка требуется своя индивидуальная система обучения, поэтому во многих местах как раз-таки воспитатели, само учреждение не может получить результат от ребенка, так как то есть каждому ребенку присваивается одна система. А здесь у нас, то есть по турецкой системе, по нашей системе, мы для каждого ребенка ставим только индивидуальную систему. То есть если у ребенка, скажем, проблемы с поведением, проблемы с питанием, у ребенка агрессия, у ребенка истерики, то есть мы уже ставим более программу, которая будет работать именно над поведением, над, получается, успокоением ребенка, больше спортивных и больше академических занятий. Уже интегрируя спорт и академию, мы добиваемся успехов. Біз фильм барысында аутизм диагнозы бар балалардың қандай орталықтарға баратынын, оңалту орталықтарының жай-күйін көрсеттік. Ал енді ерекше балалар мектеп жасына жеткенде не істейді? Олардың да басқалар сияқты білім алуына құқы бар емес пе? Оқу-ағарту министрлігінің мәліметінше, елімізде ерекше білім беру қажеттілігі бар балалар үшін 99 арнайы мектеп бар. Инклюзивті білім беру үшін 70% мектепке дейінгі ұйымдарда, 90% орта білім беру ұйымдарда және 81% кәсіптік және техникалық білім беру ұйымдарында жағдай жасалған. Кейінгі 3 жылда 87 аутист бала мектеп бітірген, бірақ осы 87 аутизм диагнозы қойылған баланың барлығы жоғары оқу орнына түспепті. Ғылым және жоғары білім министрлігінің бізге берген статистикасы бойынша жоғары білім беру ордаларында қазір аутист 6 студент білім алып жатыр. Тағы бір айта кетерлігі, ерекше балаларға арналған жеке мектептер де көбейіп келеді. Соның бірі Украина әдісін Қазақстанға енгізген Мозаика мектебі. Украина тәжірибесін Қазақстанға енгізу кезінде қандай кедергіге тап болдыңыздар? Когда мы только начали свою деятельность в Республике Казахстан, самая большая трудность — это надо было изучить законодательство страны. Все моменты, все нюансы. В принципе, с родителями проблем, да, особых не было. Родители были готовы принимать наш опыт, нашу работу, наши методики. Единственное, что было большое, скажем так, это трудность с родителями, это родители ждали волшебную таблетку. Они как-то восприняли нашу школу как то, что мы, вот немножко они поучатся у нас, и будет результат, и дети станут нормотипичными. Это говорит о том, что мало информированность родителей о том, что такое аутизм, как это работает. И родители все-таки ищут чудодейственное средство, которое поможет их детям, скажем, стать нормотипичными. Енді Қазақстанда мектеп аштыңыздар. Бұл мектептің қандай әдістемелік ерекшеліктері бар? Смотрите, давайте я немножко сейчас расскажу о наших плюсах, да, вообще как школа. У нас, в первую очередь, у нас малокомплектные классы. У нас в классе до 12 детей. И 2 педагога. Мы не даем тьютера на каждого ребенка. Почему? Потому что цель нашей школы — это сделать наших детей максимально самостоятельными, без взрослого. То есть вытянуть из них все, что они могут делать сами. Также у нас в каждом классе есть видеокамера, да? У родителей есть онлайн-доступ к камере. Родитель в онлайн-режиме может зайти в свой телефон, посмотреть, как проходят занятия, как проходят уроки, и видеть результаты не со слов педагога, а в том числе и в реальном времени все, как происходит. Что касается методик, у нас все... Первое, это мы используем такой принцип, как безошибочность. То есть мы даем детям задания только те, которые они могут выполнить.
Потому что очень важно, когда ребенок чувствует себя успешным. Очень важно, когда вот эта, знаете, мотивация формируется, когда он сделал, ты говоришь: вау, какой ты молодец, ты справился. И он еще... Это неправильно, когда говорят, что наши дети не могут мотивироваться эмоционально, а только с помощью там, пищевых, да, мотиваторов. Это неправда. Они очень реагируют на эмоциональное подкрепление, они очень отзывчивы на похвалу. И когда ребенку, то есть тут важно давать именно то задание, которое под силу ребенку. И у нас есть такой урок, как социально-бытовое ориентирование, где детки учатся, допустим, оказывать первую медицинскую помощь, просить помощи, потому что такой навык, как попросить помощи, это тоже очень важный навык. Потому что если ребенок сможет подойти и попросить: помоги мне, либо показать это жестами, это уже, скажем так, для наших детей большой такой к их безопасности и их, скажем так, будущему. Қазақстанға келгендеріңізде Қазақстан мен Украинаның арасындағы білім беруде қандай айырмашылықтар барын байқадыңыздар? Я вам хочу сказать, что различия небольшие, проблемы общие. Потому что мозаика за инклюзию. Мы все-таки очень радуемся, когда наши дети, да, проуча год. Инклюзия — это не о том, чтобы попасть в общий класс. Инклюзия — это о том, чтобы прийти нашему ребенку туда подготовленным, чтобы он понимал, что такое урок перемена, чтобы он мог элементарные какие-то контакты с детьми. Какие проблемы? Это неготовность педагогов. У нас что в Украине, что в Казахстане, у нас ввели инклюзию, но в основном педагоги, они учились работать с нормотипичными детьми. И я их понимаю как педагогов. Они, то есть нету кафедры коррекционной педагогики, которая бы готовила специально педагогов. Либо когда сейчас идет обучение в педуниверситетах, нету предмета коррекционная педагогика, которая бы изначально готов. Учитель должен понимать, что в его классе все равно будет такой ребенок. Вот сейчас у нас остались педагоги, которые этого, в основном сейчас работают, которые не проходили. Второй момент — это готовность общества принять. Мозаиканы аралап, мектеп өміріне де қанық болдық. Мектеп директоры Александра бізді әр сыныппен, оқу әдістерімен таныстырды. Бұл мектепке кейде психологиялық медициналық педагогикалық кеңес, яғни ПМПК-ның ерекше баласын үйде оқытуға кеңес берген шешімімен келіспеген ата-аналар да келеді. Мысалы, Анастасияның ұлы мектеп жасына толғанда оған осылай кеңес берген. Қарсы болған ол ұлын осы мектепке алып келген. 4 жылдан бері ұлым Ярослав та мозаикада оқиды. Мы уже в ПМПК сообщили, что мы на 1 год остаемся в саду на дополнительный, потому что ребенок не готов. Они сказали: да, конечно, главное, вы предупредили. И я начала искать школу. И в какой-то момент мне все говорят: все нормально, все хорошо, инклюзия или коррекционная школа. Вот наши государственные 3 вот основные, которые идут, куда можно отправить ребенка. И в последний момент мне на ВГК говорят: нет, только на домашнее. И все, у меня вообще мир перевернулся. Я готова была к коррекционной школе, не к инклюзии, я знаю своего ребенка. И у меня просто все опустилось. На меня я села в машину и просто ревела. Мне муж звонит, я говорю, я не могу даже сказать, что я там говорю, потому что у меня просто все со слезами, все перемешано. И я просидела, проревела и начала думать. Я уже даже собрала документы после этого, отнесла их в коррекционную школу на домашнее, потому что дальше прошла весь цикл ПМПК, там все-все-все, мы нас все определили в школу в 7-ю на домашнее обучение. Но я вообще не принимала этот момент. Я прям я искала центры, куда его еще можно надеть. Потому что мы работаем, и, соответственно, дома он сидеть не может. Он у меня очень все равно продолжает быть активным. И вот за 4 года здесь, конечно, немножко это подкорректировалось. И плюс он растет все равно. Что-то меняется, что-то... И случайно в чате... У нас называется чат «Инклюзивное образование». Там все с разных городов. Высылают объявление про то, что открывается школа коррекционная. Она будет где-то там в районе парка Горького, там еще чего-то. Я говорю, идем.
И нужно было пройти собеседование. То есть мы пришли, это еще в квартире, не помню, даже собеседовали, потому что полностью до конца не было оформлено здание. Сомнения были до последнего. Я вам скажу, сомневалась я в этой школе где-то до конца второй четверти. Потому что новая школа. Я про нее ни разу не слышала даже, ну, то, что в Украине такая есть. Я вообще не слышала ничего. Но у меня вариантов не было. Вообще по городу нет вариантов никаких. Сейчас что-то где-то появляется, но не было ни одного. И вот мы за это зацепились, и я вот, пройдя собеседование, весь день ходила вот так с телефоном, ждала, пока мне ответит Ксения, скажет, берем или не берем. То есть прям вот я с ним ходила, мне уже муж говорит, да успокойся ты. Я говорю, я не могу. У меня прям вот калашматит прям сильно. А май месяц, он всегда же эти вот ППК, всякие комиссии, мы в мае месяц всегда так делали. Ну, то есть у меня май месяц очень стрессовый. Нам когда написали, что нас берут, все, у меня все, я вернулась к жизни в этот момент прям вот ровно. Конечно, потом, пока мы ждали открытия школы, всего остального 1 сентября, вот аж вот так вот ждали. И на данный момент, вот через 4 года, как прошло, я вам скажу, это лучший вариант, который для меня был, остается и будет. Сау болыңыздар. Картошка фри. Былай барамыз ба? Бүгін Жәнібек сабағынан көңілді шықты. Ол әдеттегідей әр сабақтан кейінгі бағыты бойынша Төле би бойындағы дәмханадан тамақтанады. Бұл оның бұлжымас тәртібі. Біз бұл фильм арқылы аутизм туралы құрғақ мәлімет беруді мақсат етпедік. Керісінше көрермен жүрегіне әсер ететін образ арқылы ерекше балалардың жан әлеміне терең үңілуге тырыстық. Жәнібек сол әлемнің символы. Оның әр сөзі шынайы. Фильмді дайындау барысында шетелдік ғылыми мақалалар мен практикалық еңбектерді зерделедік. Түркия, Украина, Ұлыбритания, ақш елдеріндегі жетекші орталықтар мен мамандардың тәжірибесіне жүгіндік. Аутизм туралы озық көзқарастар мен оңалту тәсілдерін салыстырдық. Ата-аналардың жан айқайы мен мамандардың шынайы шындығын тыңдадық. Сол зерттеулер мен бақылаулардың негізінде Жәнібектің монологын құрдық. Ол түрлі сезімге, сенсорлық қиындықтарға, қоғамнан оқшау қалу мен үмітке толы баланың ішкі күйзелісін жеткізетін поэтикалық бейне. Жәнібек көрерменге өзін ғана емес, өзі сияқты мыңдаған баланың үнін жеткізіп отыр. Оның мен сезбей қалам, мені түсінбейді, мен жалғызбын деген әрбір ішкі сыбыры аутизм әлемінің үнсіз шындығы. Сондықтан бұл монологты көркем шығарма деп емес, шын мәніндегі тәжірибеге негізделген ақиқат деп қабылдаған дұрыс. Біздің мақсат жұртшылық аутизмді тек диагноз ретінде ғана емес, ерекше сезіну мен өмір сүру формасы ретінде тануы. Өйткені бұл балалардың да өзінше дүниесі бар. Олар да сезінет, сүйет, қиналат және қуанат. Бірақ оны біз үйреніп қалған формада емес, өз тілімен жеткізеді. Жәнібек сол тілді түсіндірудің дәнекері. Сәлем, менің атым Жәнібек, жасым 5-те. Дәрігерлер маған аутизм деген диагноз қойған. Бұл дүние мен үшін өзгеше бір әлем сияқты. Кейде өзімді өзге ғаламшарда жүргендей сезінемін. Сырт көзге тұйық, кейде бұзық бала болып көрінетін шығармын. Алайда ішімде алай-дүлей сезім толқындары соғып жатады. Оны сөзбен шығара алмай, көбіне үнсіз қалам. Бұл менің ішкі әлемімнің әңгімесі. Бұл менің мұңды монологым. Аутист балалар тамақ ұнамаса, оны айтып жеткізе алмайды. Сондықтан олар бұрын жеп үйренген тамағын қайта-қайта жей береді. Мен айналадағы дүниені де басқалардан бөлек қабылдаймын. Сезім мүшелерім де ерекше. Мысалы, киімнің тігісі кейде денемді жыбырлатып мазамды алады. Ал кейде денемді өзім сезбей қалатын кездер де болады. Маған сыртқы әлеммен, балалармен тіл табысу оңай емес. Мен де олармен ойнағым келеді. Бірақ қалай жақындауды білмеймін. Өзгелер мені ол ешкіммен қосылмайды деп ойлайтын шығар. Бірақ ішімде мен де олар сияқты дос тапқым келіп тұрады. Мамандар мен аутизм диагнозы қойылған балалардың ата-анасы айтқан қаншама проблема барын білдік.
Енді олардың шешім жолдары қандай болмақ? Дер кезінде мәселенің шешімін таппасақ, кейін оның қоғам мен отбасыға тигізетін әсері де зор болмақ. Мысалы, Ұлыбританияның ғылыми зерттеулер және инновациялар агенттігінің мәліметінше, бұл елде шамамен 7000 адам аутист. Алайда аутизмі бар адамдардың тек 32% ғана жұмыс таба алады. Бұл тек әлеуметтік мәселе емес, экономикалық жүктеме де. Себебі осы мәселеден Ұлыбритания экономикасына жылына 9 миллиард фунт стерлингтен астам шығын келеді. Аутистер көбейіп жатыр, мәселе жоқ емес. Сондықтан біз мамандар мен ата-аналардың өзінен шешімін сұрап көрдік. Олар да түрлі ұсыныспен жауап берді. Негізі мемлекетпен жұмыс жасау барысында бізге әрине қазір көп орталықтарда мысалы нағыз аутистік спектр бұзылысы бар балаларға арналған балабақшалар бар, немесе соларға арналған белгілі бір түзете дамыту ұйымдары бар. Тек қана аутистік спектр бұзылысы бар балалармен жұмыс жасайтын. Ол жақтағы жұмыс жасалып жатырған методикалар, әдістер маған ұнайды. Мысалы, ол жақта эбитерапия барлық модульнан өткен мамандар отырады. Және сонымен қоса Джаспер терапиясы, немесе флор тайм, немесе мап метод деген секілді, немесе енді көптеген әдістер бар. Сол әдістерді нақты бекітіп, сол әдістерді басқа мамандарға да мүмкін тегін үйретер. Себебі тегін үйреткеннің өзінде де біздің елімізде аутистік спектр бұзылысы бар балаларға көрсетілетін түзете дамыту жұмысының сапасы жоғарылай ма деп ойлаймын. Себебі қазіргі таңда мамандардың ең бірінші мәселесі, бір сөзбен айтқанда, ол қаржылық жағынан қиыншылық. Олар мектепте жұмыс жасап жүріп те, немесе балабақшада жұмыс жасаса да, осы балаларға көмектескісі келеді. Бірақ олар қандай нақты бекітілген әдісті оқитынын білмейді. Мысалы, біздің орталығымызда қазір біздер Джаспермен жұмыс жасаймыз және эбитерапия жүргіземіз. Соның арқасында біздер балалардың бірінші реакциямен жұмыс жасауын, имитациямен жұмыс жасауын, одан кейінгісі балалардың символикалық ойындарын әдістермен деген секілді осындай бірнеше кезеңдерден өткіземіз. Немесе Джаспер терапиясы. Сол арқылы біздер балаларды қазір бірнеше жоғары сатыларға көтеріп, деңгейлерін көтеріп жатырмыз. Менің ұсынысым дәл осындай орталықтарға, мектептерге немесе жеке ұйымдарға да мемлекет тарапынан оқуға мүмкіндік жасаса, білімін арттыруға. Көптеген шетелдік методикалар келіп жатыр. Қазіргі таңда Франциядан өте керемет, өте жақсы осы Джаспер терапиясын бір жаңартылған, әдемі, өте үлкен нәтижеге жеткізетіндей деңгейлер жасалып жатыр. Соларды біздің елімізге және соның ішінде жеке кәсіпкерлерге де оқытса деген тілегім бар. Қазіргі таңда менің білуімше Қазақстанда 120 жоғары оқу орны болса, соның 17-ге жуығы арнайы педагогика мамандығын енгізген. Ал енді оқу ағарту министрлігі қазіргі таңда аутизмі бар баламен жұмыс істейтін арнайы педагог мамандығын енгізген. Осы 17 жоғары оқу орны өздерінің академиялық еркіндігі саясаты шеңберінде оқу бағдарламасын жасақтап, оны жалпы енді арнайы педагогикаға оқимын деген азаматтарға қолжетімді етуі керек. Сонда менің ойымша әрбір сол аутизммен айналысатын мамандарды дайындауға бет бұрған жоғары оқу орны осы мәселеге мейлінше сапалы тұрғыдан келген жағдайда ең алдымен бізде осы аутизммен айналысатын мамандар көбею керек. Содан кейін ғана ашылып жатқан жеке болсын, мемлекет тарапынан болсын, арнайы аутизммен айналысатын орталықтарда мамандар болады. Ал оларды жай ашқаннан мәселе шешілмейді. Жалпы 18-ге толған балалар, аутизмі бар балаларға тоқталатын болсақ, біздің қорымыз әрине туғаннан 15 жасқа дейінгі жаңа мен атап өткен 6 педагогикалық түзету бағдарламасын жүргізеді. Шын мәнінде 15 жастан жоғары, соның ішінде кәмелетке толған аутизмі бар балаларға
олардың аутизмінің күрделілігінің дәрежесіне қарай олардың әлеуметтенуінде бірқатар мәселелер бар. Әрине, ертерек интервенция алған аутизм ауытқулары бар балалар қатардағы мысалға білім жүйелеріне қосылып кетіп жатыр. Орта білім мектеп, жоғары білім жоғары оқу орны. Ал агрессивті формалары бар балалар өкінішке орай ата-анасымен үйінде отырғаны ол бәрімізге мәлім, жасырын емес. Ал енді оларға біз жалпы еліміздің дамуына, олар интеллектуалды даму жағынан көп жағдайда ортадан жоғары балалар. Бұл дегеніміз оларды әлеуметтендірмеу, оларға арнайы жағдай жасамау еліміздің экономикалық дамуында да жоғалған мүмкіндіктер тұрғысынан қарауымызға болады. Өйткені қазіргі таңда мысалға ресми статистикаға жүгінетін болсақ, 12 мыңға жуық денсаулық сақтау министрлігінің статистикасында 12 мыңға жуық аутизм спектрінің ауытқулары бар азаматтар бар. Бірақ менің ойымша диагностика кеш қойылғандықтан іс жүзінде бұл көрсеткіш жоғары болуы әбден мүмкін. Мысалға біздің асыл мирас бағдарламасынан 15 жасқа дейін балалар, 20 мыңға жуық бала өтті дедік қой. Осы жылы 18-ге толған біздің асыл мирас бағдарламасында 400-ден аса бала бар мысалға. Ал біз осы 18-ден асқан балаларға қандай көмек көрсете аламыз? Әрине, оларға ең алдымен қарапайым еңбек дағдыларын үйрету мәселесі, менің ойымша қазір бірқатар қоғамдық ұйымдар осы бағытты қолға алып жатыр. Болат Өтемұратов қорды өзінің екінші 10 жылдығының дамуына 18-ден асқан аутизм ауытқулары бар жастарға әлеуметтендіру шеңберінде қарапайым еңбек дағдыларын оқыту бағдарламасын жасақтау мәселесін қазір қолға аламыз деп біз сарапшылармен осы саладағы жұмыс жасап жатқан азаматтармен қазір әртүрлі талқылаулар жүргізіп жатырмыз. Аутизмі бар балалардың анасы ретінде әрине енді бірінші очередьте именно осы балаларда мысалға аутизм диагнозын оңайшылықпен қойып болмайды поликлиникаларда. Оны әлі қоймаймыз, жазып беріп, баланың осы ерте аутизмға детский аутизм дейді ғой. Детский аутизм деген диагноз негізі бар екен. Осы уақытқа дейін мен қарап, неше барып жүрміз больницаға, бәріне барып жүрміз, ондай диагноз бар екенін білмедім. Маған түсіндіргендер бойынша тек қана аутизм деген бар. Оны сен қазір деген ондай диагноз қойылатын болса, официально балаң бітті, өмір бақи солай аутизм болып қалады, оқуға да түспейді, жұмыс та істемейді, одан ары шизофренияға кетеді, емделмейтін болса деп. Сөйтіп біз бір барғанда бірақ шошытты. Негізі баланы сол кішкентай кезінен медицина тұрғы жағынан қолдап жіберсе, и осындай центрлер ашылуымен, тегін центрлер, білікті мамандар болатын болса, ол балалар деген ортаға тез бейімделеді балада. Содан кейін кішкене қоғам білсе, көбірек бұндай балалардың барын қоғам қабылдаса, өйткені қазір білмеймін, балаларда бір қатты нема, ашулы ма, балалардың өзі қабылдамайды ғой, балаларды одан ары басып отырады. Содан кейін ол баланы көрген кейін, мысалға мен әдейі жіберіп қоям есік алдына, балалар кішкене көрші балалармен ойнасын, кішкене қалыптасын десең, жоқ, балалар біледі, бұл ештеңе айтып бармайды деп. Итер жібергісі кеп тұрады, ұрып жібергісі кеп тұрады, болмаса издеваться еткісі кеп тұрады баламен. Кішкене қоғам білсе, ата-аналар үйретсе, жалпы адамның бәрі бірдей болмайды. Сол кезде біз кішкене дұрысталатын шығармыз деп ойлаймын. Жалпы поддержка керек қой барынша ата-аналармен, именно осы балаларға. Көбіне жақсы обучениемен, жақсы лечение жүрген балалар бұл диагноздың өзінен шығып кеткендері бар. Өткен кішкентай кезінде негізі аутизм деп жатады ғой, бірақ жақсы анимация еткен бала, ортаға жақсы бейімделген бала уже самостоятельный болады да, бұның признактары ешқандай да болмайды, ары қарай баланың дамуына да жеңіл,
өте мықты маман болып шыға алады бұл именно аутист балалар. Ну вот если завершающие, на самом деле хочется родителям пожелать, чтобы они не падали духом, в первую очередь. Если у вас, у кого-то, у близких дети такие, то все родственники должны помочь. Все на улице, если знают, ваши соседи, все должны объединяться. Раньше так нас воспитывали, не знаю, куда это делать. Сейчас всех разъединили настолько, что всем безразлично, что у тебя в соседней квартире, в соседнем подъезде, в соседнем городе и так далее, и так далее. Все только занимаются определенными вещами. Поэтому в первую очередь родителям много сил, храбрости, чтобы они выдержали этот путь. Не сдавались ни в коем случае. Можно это все исправить. Можно помочь ребенку это все воспринять правильно, научить его. Третье, чтобы правительство наконец-то озаботилось этим процессом, чтобы в ЦОНах вывесили все необходимые информацию, помогли, если тем более родителя проблемы с ребенком, чтобы ему проще было пособие получить. Пятое, это чтобы, как мы сказали, в поликлиниках больше информации было, чтобы сейчас, вот когда мы говорим о том, что только 10-я часть диагностируется, чтобы 100% понимание было, что у нас 90% просто потеряно детей. Если мы сейчас не озаботимся об этом, через 10-20 лет мы получим огромную проблему. Поэтому сейчас, когда взрослые, вот я вижу, хожу, смотрю, как люди ищут смысл в мечетях. Взрослые люди по 40-50 лет, 30 лет начинают искать смысл жизни. Смысл жизни внизу, в будущем поколении. Если мы сейчас не озаботимся тем, кому 40-50, это означает, через 20 лет детей не будет. Тех взрослых, которые будут что-то делать осмысленно в нашей стране, мы получим еще больше проблем масштабов, чем сейчас мы имеем с текущим бюджетом. Поэтому развернуть нужно. Нету никакой идеологии вообще. После разрушения Советского Союза наше Министерство информации вообще не занимается идеологической составляющей. Нужно повернуть все общество, всех взрослых от Ашек, Апашек на детей, чтобы они занимались детьми, передавали свой опыт. Тогда мы через 10-20 лет станем крутой страной. Все, что вы сейчас видите в интернете, это все ширма, это все витрина, это все не настоящее. Вообще. Менің ойымша бұл мектеп мәселесі дұрыс жолға қойылу керек. Балаларға, ата-аналарға көмек. Бізде мысалы пенсия тағайындау ісі қатты қиындатылған. Бұл балалардың аутизм қойылды ма? Бұл жақта аутизм қойғанда, мысалы ол диагнозға 5 жылға не береді? Сразу 5 жылға мүгедектік справкасын береді. Біздерде білуімше 1 жыл ма 2 жылға ғана береді. Ол баланың жақсарып өсіп өзгеру үшін 2 жыл ол аз уақыт. Бізге балаларды ұзағырақ уақыт беру керек. Біріншіден мен ойымша 5 жылға кем дегенде мүгедектік қағазын берсін. Яғни қайта оларға ВКК-ға, ПМПК-ға жүгіртудің қажеті жоқ. Бірінші мәселе. Екіншісі, анасына баланы бағатын анасына бұл жақта ақша төлейді. Сондай үкіметте кәдімгі көп жағынан көп ақша бөлетін программа қабылдану керек. Ата-ана қорғаудан бастап, қолдаудан бастап, жаңағыдай орталықтарды қорғау. Орталықтардың мысалы өте жақсы мамандар қазір көбейіп жатыр, мен білем. Бірақ дегенмен олардың барлығында бұл орталықты жүргізген кезде мен білуімше жаңағыдай кәдімгі бизнес сияқты қарайды оған. Налогын төлеу керек, нелеріне ақшасын, зарплатасын төлеу керек мамандарының. Оларға дұрыс, достойный зарплат төлеу керек. Себебі ондай балалармен жұмыс жасау, әрине, ол да жүйкеге әсер етеді. Қай адам болса да. Оңай емес негізінде.
яғни оларға жақсы ақша төлеу керек. Бұл зарплатаны қайдан төлейді? Ол ақшаның бәрін әрине ол орталық ата-аналардан алады. Сол кезде бір балаға айына кем дегенде біз сол кездің өзінде бір балаға 100 мыңға жақын ақша төлейтінбіз. Бір центрдің өзіне. Қазір одан көп болар уже. Сағатына ол кезде 3,5 мың теңге ақша төлейтін. Қазір білмеймін қандай болғанын. Сіз дұрыс білетін шығарсыз. Бір балаға көп ақша керек. Ол ақшаны ата-аналар таба алмайды. Табу үшін не істейді? Ол баланы тастап жұмысқа шығуға мәжбүр. Ал баламен, ол аутизмі бар балалармен тек орталық емес, үйге келгенде ата-анасы да жұмыс жасау керек. Міндетті түрде. Бұл жерде ол үкіметтен ақшалай қандай да бір баланың ата-анасына төленетін ақша. Жақсы, оны төлемесін, хотя бы орталығын төлесін. Жақсы мектеп берсін, мектепке мұғалімдерден бұрын мұғалімдерді жақсы үйретсін. Яғни бізде қазір шын айтсам білмеймін, арнайы университеттерде арнайы білім мұғалімі деген маман да жоқ, мен білуімше. Бұлда университеттерде арнайы класстың мұғалімі деген маман бар. С давних времен аутизм это считают как психологическое заболевание. То есть, да, детей, к сожалению, отправляют в психиатрические больницы для проверки, для исследования, даже на какое-то определенное время их оставляют на лечение. В Турции это много лет назад уже убрали. То есть аутизм — это не психологическое нарушение, то есть это просто нарушение именно нервной системы. Но это никак не связано ни с шизофренией, именно не с психологическими больницами. Для детей с аутизмом, для детей именно, то есть, которые страдают такими же нарушениями, просто необходимо обучение. И в Казахстане, я думаю, наверное, нужно будет узаконить такое, то, что, наверное, убрать ПМПК, например, к примеру, начать раннее, допустим, развитие ребенка, так как вы знаете, то есть у нас здесь развитие разрешается с 3 лет, то есть до 3 лет не устанавливается точный диагноз ребенка, и уже с 3 лет здесь после утверждения диагноза только можно приступить к обучению. И, к сожалению, родители начинают терять время уже. Ну, опять же, это то, что я уже говорила про ПМПК. Все-таки надо не на болезнь смотреть, а на функциональность ребенка. Опять же, как в большинстве ПМПК проходит обследование ребенка? Это 15 минут, его запускают в комнату, где сидят много взрослых людей. Наши дети по-разному реагируют. Кто-то замыкается, кто-то устраивает полный раздрайв. То есть и, скажем так, получается то, что получается. Да? Плюс родители не понимают, многие, что ПМПК – это рекомендация, а решение принимать родителям. Плюс для меня проблема, когда нашим детям, многим, выписывают домашнее обучение. Я, как специалист, против этого домашнего обучения. Домашнее обучение – это для тех детей, которые трудности с передвижением. Всем остальным, я считаю, им надо именно либо коррекционная школа. Я бы вообще, вот как я это вижу, да, прежде чем взять ребенка на инклюзию, мне кажется, ребенок должны быть созданы вот такие коррекционные школы, где его научат базовым навыкам и пониманием о школе. Урок перемена, групповая работа, потому что наши все дети индивидуально работают прям идеально, потому что они, грубо говоря, с 3 лет куча занятий, логопеды, дефектологи, там, психологи. В группе это проблема с нашим детям работать. Вот когда к нам ребенок приходит, у нас 2 месяца, это уходит на то, чтобы сделать из них класс. И только потом мы уже начинаем двигаться дальше. И вот прежде чем идти на инклюзию, мне кажется, должен быть вот такой вот ресурсный класс, который научит именно этим навыкам наших детей. Это можно сделать на государственном тоже уровне. И вот опять же, вернуться к домашнему обучению. Я не видела ни одного ребенка, который бы дал хороший результат на домашнем обучении. Это правда, потому что все-таки даже при том, что приходят учителя, приходят, занимаются, да, все-таки социум – это тоже развитие. Вот и родители должны понимать, что если они не хотят отдавать ребенка на домашнее обучение, они могут
То есть есть коррекционная школа, есть школы, которые государственные, которые готовы взять. Есть такие школы в государственных, но их, к сожалению, не так много, как бы хотелось. Вы знаете, вот как родитель уже, скажем так, 11-летнего ребенка, я могу сказать, что государству нужно обратить внимание не только на то, как где-то там, а нужно понять настолько, насколько нужно это нам, нашим родителям, насколько сейчас, как именно мы нуждаемся. Опять же, по поводу того государства. У нас государство включило все школы, теперь у нас инклюзивные. То есть если в школе появляется особенный ребенок с особыми потребностями, все, школа является инклюзивной. Проводятся курсы, проводится обучение для учителей, там, персонала, все остальное. Но нет такого, чтобы они объяснили, как работать с детьми. То есть как вообще их принимать. Как учить, возможно, да. Что им организовать, возможно, да. Но как с ними работать, нет. Тьюторов, ассистентов тоже этому никто не учит. Я вам сейчас просто объясню на примере. Когда я забирала ребенка вот еще в 1 классе, там вот в другом здании мы были, вот нам выводили его по одному, по стуку там в дверь, там писали, что мы приходим забирать. Я вижу, что они любят ребенка. Вот, понимаете, в глазах. Хорошие отношения, когда у них идут какие-то успехи, глаза горят у ассистента, учителя. Вот этому надо учить. Ну, то есть непонятно, что мы не научим любить, но мы научим понимать. А когда мы понимаем, мы сразу знаем, как и что дальше делать. қоғам арасында кейбір танымал адамдардың аутист екенін айтып, аутизмді романтизациялайтын адамдар тобы да бар. Әлбетте, қалыпты адамдар сияқты аутистердің арасынан да білікті мамандар шығады. Бірақ бұл аутистердің басым көпшілігі ғұлама болады деген сөз емес. Сондықтан бұл мәселемен нақты күресу қажет. Біздің мақсат әрбір ерекше баланың жанында оны түсініп қабылдай алатын ерекше қоғам қалыптасса екен деген ниет қана. Себебі аутистердің де өз айтары бар. Мен кейде сөзімді миымда құрастырып аламын да, бірақ айта алмаймын. Сөз орнына жан айқайым, жылау, айғай, немесе оғаш қылық болып шығады. Мысалы, қатты шаршап, мазам қашқанда, қолымды көз алдыма сермеп, айналдыра беремін. Бұлай істеу маған айналамды ретке келтіргендей әсер береді. Бірақ сырт көзге бұл мағынасыз әрекет болып көрінеді. Тіпті кейбірі мені тәрбиесіз, тентек деп ойлап қалуы мүмкін. Осындай сәтте жаным қатты жабырқайды. Бір ғана сұрақ мазалайды. Неге мен басқаларға ұқсамаймын? Неге мен басқалардан өзгешемін? Бірақ әзірге әркімнің өзгеше әлемі бар екенін, адамдардың бір-біріне ұқсай бермейтінін түсіне бермеймін. Иә, бұл менің әлемім, аутистер әлемі.